Приветствие, құрметті әріптестер, құрметті мектеп әкімшілігі. Рахат ауылдық округі номер 1 орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің бірлестігінің 2020 және 21 оқу жылының жылдық есебі. Яғни біздің бірлестігіміз Intelligent Teachers бірлестігі ретінде аталды осы жылы. Және де осы бірлестіктің алға қойған мақсаты оқушыларға коммуникативті танымдық қызығушылықтарына сай білім бере отырып, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру. Яғни осы бірлестіктің алға қойған міндеті тілдік сауаттылығын арттыру, сөйлеу түрлерін және сөйлеу тәсілін меңгерту, этикет нормаларына сай тіл мәдениетін жетілдіру және де шығармашылық қабілеттерін дамыту болып табылады. Осы біздің ағылшын тілі пәні бірлестігінде барлығы жалпы 13 мұғалім жұмыс атқаруда. Оның 11 мұғалімі жоғарғы оқу орнын бітірген және де 2 мұғалім арнаулы оқу орнын бітірген. Біліктілік санатына келетін болсақ, педагог сарапшы бірінші санатта 4 мұғалім бар: Сәрсенбинова Гүлзат, Оралбай Байсма, Жабаева Шырын және Прембаева Ашық. Және де педагог модератор екінші санатта 4 мұғалім: Қыдырбаев Абай, Нұрпейісова Жазира, екінші санатта Болат Каухар және де Дөсетова Ақмарал. Жас мамандар бізде 7 мұғалім, Болат Каухар және Дөсетова Ақмарал қызыл дипломға бітіріп келгендіктен оларға автоматты түрде модератор санаты берілген. Және де сонымен қатар жас мамандарға кіретін ұстаздарымыз Байпақбай Айдын, Қадырымбетова Айгерім, Ермекбай Үміт, Даниярқызы Дариға және де Күлкенова Айнұр. Енді осы ағылшын тілі пән бірлестігінің 20-21 оқу жылындағы жетістіктерге келетін болса, яғни дарынды шәкірт білікті ұстаздан дей халықаралық олимпиадаларға, яғни Бритиш Бульдог халықаралық олимпиадасына 8-ші А сынып оқушысы Болат Малика Кеңесова Ақбота бірінші дәрежелі дипломдармен және де сертификаттармен марапатталды. Пән мұғалімі Сәрсенбинова Гүлзат. Келесі бізде республикалық онлайн олимпиадалар болды, және де ол онлайн олимпиадаларға ұстаздарымыз белсене атсалысты. Үздік педагог республикалық онлайн олимпиадасына қатысқан үшін Оралбай Байсма дипломмен, бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Және де дәл осындай үздік педагог турнирінен бірінші орын алған үшін Қыдырбаев Абай дипломмен марапатталды. Және де ағылшын тілі пәнінен онлайн олимпиадасында Прембаева Ашық бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Сонымен қатар облыстық олимпиадалар мен байқауларға да атсалысып қатысты ұстаздарымыз. Бұл үлкен педагогикалық дебютқа жас маманымыз Болат Каухар облыстық сырттай байқауына қатысып бірінші орынға иеленді. Сонымен қатар облыстық қашықтық олимпиадасында өзінің дарынды оқушысы, 3-ші сынып оқушысы Оразәлі Еркеназды қатыстырып, 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Жас мамандарда да өте жоғарғы жетістіктерге жетті. Сонымен қатар Алматы облысы бойынша ағылшын тілі пәнінен ұстаздар арасында онлайн олимпиада өткізілді. Оған Қыдырбаев Абай қатысып, 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Сонымен қатар аудандық олимпиадаға қатысып, 1-ші орын иеленіп, облыстық олимпиадаға жолдама алып, және де облыстық олимпиададан 9-ші А сынып оқушысы Абдулаева Перизат қатысып, 1-ші орынға иеленді. Пән мұғалімі Оралбай Байсма. Тәжірибесімен алмасу мақсатында аудан көлемінде ұйымдастырылған белсенді әдіс тәсілдер атты семинарда Ермекбай Үміт өз тәжірибесімен бөлісті. Бұл Ермекбай Үмітте жас маман ретінде табылады. Сонымен қатар бізде пән мұғалімдері Альфа академиясының ұйымдастыруымен өткізілген Hello ауыл жобасында 8-ші Б сынып оқушылары Сәрсенбаева Айнұр, Жонибеков Ердос және де 8-ші Б сынып оқушылары Сансызбаева Ақмарал, Қашқынбай Аида, Гүлімбай Алия белсене қатысып сертификаттарға ие болды. Пән мұғалімдері Сәрсенбинова Гүлзат және де Олжабаева Шырын. Сонымен қатар ұстаздарымыз біліктіліктерін арттыру курстарына қатысып, өз сертификаттарына ие болды. Атап айтатын болсақ, Назарбаев зияткерлік мектебі педагогикалық шеберлік орталығының Талдықорған қаласының филиалы, яғни ағылшын тілі пәні бойынша бағалау тапсырмаларын әзірлеу және сараптау академиясының 80 сағаттық академиясы көлемінде
курсын аяқтады Қыдырбаев Абай және Нұрпейісова Жазира. Сонымен қатар Америка құрама штатындағы Калифорния қаласында Бреклей университетінен курс аяқтап Болат Гаухар диплом алды. Сонымен қатар осы Назарбаев зияткерлік мектептерінің педагогикалық шеберлік орталығында өткізілген оқу мәселелерін шешу үшін актіні пайдалану тақырыбында 4 академиялық сағат оқу вебинарына қатысып, Куликенова, Ермекбай, Үміт, Досветова, Ақмарал сертификаттар алды. Және де атап айтар болсақ, өрлеу біліктілікті арттыру орталығында жоба жасау инновациялық мәдени іс-әрекеттерінің негізгі нысаны атты семинарларынан Олжабаева Шырын Даниярқызы Дариға қатысып, сертификаттарға куәліктерге ие болды. Және де сонымен қатар онлайн мектеп арқылы қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру 40 академиялық сағатына қатысқан үшін Қыдырбаев, Абай, Досетова, Ақмарал, Олжабаева Шырын, Сәрсенбинова, Гүлзат Нұрпейісова Жазира, Даниярқызы Дариға сертификат алды. Енді осы ағылшын тілі бірлестігінің сапасына келетін болсақ, үшінші сыныптарда, осы үшінші тоқсанда жалпы сапа көрсеткіші 74%-ды құрайды және үлгерімі 100%-ды құрайды. Келесі төртінші сыныптарға келетін болсақ, төртінші сыныптарда жалпы 66%-ды құрайды және де үлгерімі 100%. Бесінші сыныптарда жалпы сапа 65-7%, үлгерімі 100%. Алтыншы сыныптарда барлығы 78%, үлгерімі 100%. Жетінші сыныптарда барлығы үшінші тоқсанда 69-4%, үлгерімі 100%. Сегізінші сыныптарда жалпы 64-1%, үлгерімі 100%. Үшінші тоқсанда жалпы сапа көрсеткіші 9-шы сыныптарда 56%-ды құрайды және үлгерімі 100%-ды құрайды. 10-шы сыныптарда 85%-ды құрайды және де үлгерімі 100%-ды құрайды. 11-шы сыныптарда сапа көрсеткіші 69%-ды құрайды, үлгерімі 100%-ды құрайды. Енді ағылшын тілі пәнінің жалпы білім сапасы осы үшінші тоқсанда 69%-ды құрайды. Енді осы елімізде болып жатқан неге қарамай, ең соңғысы жағдайға қарамай, бізде өте көптеген қашықтықтан ұйымдастырылған олимпиадалар болды. Соған бізде бірлестігінде жас мамандар өте көп. Жас мамандардың саны, сондықтан жас мамандарымыз атсалысып, қатысып, грамоталарға, сертификаттарға ие болды. Және де дарынды оқушылармен жұмыс жасап, өздерінің еңбектерін көрсете алды. Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс ретінде апталық барысында өте ағылшын тілін оңай үйрену үшін бірнеше челлендждар ұйымдастырылып, оқушыларға жіберіліп отырды. Әлі де ол челлендждарымыз топтарда жалғасуда.